Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі сабағымыз тарихи тұрмыстық би. Тақырыбы 19 ғасырдағы мазурка биі. Мамандығы әлеуметтік мәдени қызметі және халықтық көркемдік шығармашылығы. Сабақтың мақсаты 19 ғасырдағы тарихи тұрмыстық би элементтерін жайында білім алушылардың білімдерін толықтыру. Білім алушыларға қимылдарын үйрету отырып мазурка этюдін шығару. Мазурка шығу тарихы өзінің әсемдігі және әртүрлі қозғалыстармен ерекшеленетін поляк халық биінің мазуркаға оралады. Европа мазурка 19 ғасырында белгілі болды және Ресей кеңінен қолданылды. Мазурка басында би билеген барлық ерлі-зайыптылар залдың айналасына серуендеді. Балдың менеджері әртүрлі атаулары бар мазурка фигураларын жариялады. Үлкен шеңбер, себет, аллея және тағы басқа. 19 ғасырда мазурка 4 жұптан биленді. Ең жақсы билеген жұпты ортаға шығарып ән шырқатты. Би фигуралы өте алуан түрлі қимылдарын еркін импровизациясы жарқын әрі әсерлі етті. Мазурка әртүрлі мерекелік ортасында басталды. 100 жылдан астам уақыт ішінде мазурка сүйікті би болып қала берді. Онсыз бірде-бір бал жасай алмады. Мазурка биінің негізгі музыкалық өлшемі 3/4 немесе 3/8 болды. Мазурканың негізгі элементтері өзінің үйренетін келесі реттілік ұсынылады. Пагурю, паскала, пасбутекс, куппе де талион және тағы басқа. Паскурю оңай жұмыс істейтін. Паскала салтанатты па. Пасбутекс ақсақ па. Куп де талион толтырылған қырыққабат. Пасбутекс энтур бұрылыс ішке және сыртқа деп аталады. Мазурка этюдінің қимыл қозғалыстары. Бастапқы қалып 4 қатар 2 жұп тұрады да бір-біріне айналады. Жұптардың бір-біріне және көрермен сәлемдесуі басталады. Алға қадам жасау арқылы жартылай отыру жүре 2 рет жай қадам жасай арқылы артқа және сол қимылдар қайталанады. Енді осы сілтемелер арқылы сіздерге қазір видео ұсынамын.
осы біздің ютубтан көрген этюдіміз. Осы барлық іс-қимылдарды біз өзіміздің этюдімізде пайдаланып, жаттап меңгереміз. Келесі біздің пайдаланған әдебиеттер. Осы әдебиеттер арқылы қарап жұмыс жасаңыздар болады. Біздің екі колледжіміздің ЦБРінде де осы әдебиеттер барлығы бар. Жақсы, сау болыңыздар студенттер. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.